Бүгінгі біздегі тақырып ол гуморальдық иммунитет жүйесі және де Б лимфоциттердің дифференциялануы, иммуноглобулиндер топтарының құрылысы мен қызметтері. Ең бірінші гуморальдық иммунитетке тоқталайық. Гуморальдық иммунитет жүйесі антигендерге қарсы антидене синтездеу қызметін атқаратын арнайы жүйе болып табылады. Гуморальдық иммундық жүйе біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Біріншілікті жүргізетін факторлар пропердин, бета-лизин, интерферон, лактоферин, лизоцим болатын болса, екіншілікке антиденелер жауапты болады. Атап өткен бірінші гуморальдық иммундық жауапта пропердин дегеніміз комплемент жүйесін альтернативті жолмен белсендіретін ақуыз. Яғни осы классикалық альтернативті дегенді кейінгі тақырыптарда түсінетін боласыздар. Бета-лизин ол тромбоциттер ыдыраған кезде бөлінетін бактерияға қарсы ақуыз. Интерферон вируспен зақымданған жасушалармен өндірілетін және басқа жасушаларды вируспен зақымдаудан қорғайтын ақуыз. Лактоферин бактериялық жасушаны жоюға қажет темірді байланыстыру қабілеті бар ақуыз болып табылады. Ал трансферин фагоциттерде болатын сары сулық бета-глобулин. Лизоцим ағзаның сұйық бөлігінде, яғни көз жасында, сілекейде және басқа да сұйықтықтарда болады және әр түрлі бактерияларға қарсы жоғары белсенді болып келеді. Яғни гуморальдық иммундық жауап пен жасушалық иммундық жауаптың айырмасы гуморальдық иммундық жауапқа бағанағы айтып өткен факторлар мен Б лимфоцит қатысады, ал жасушалыққа Т лимфоциттер қатысады, яғни Т-киллер, Т-хелпер, солардың барлығы ол жасушалық иммундық жауапқа кіреді. Қайталаймыз, гуморальдық жауапқа факторлары мен антидене түзетін Б лимфоцит қатысады. Айырмасы осыда. Екінші гуморальдық иммундық жауапқа антидене қатысады дедік, яғни антидене иммуноглобулин түрінде шығып дайын тұрады. Екінші рет антиген түскен кезде сигналды алып жасушаны жоюға. Б лимфоцит дегеніміз не? Б лимфоцит иммундық жауапта антигенге қарсы антидене өндіретін лимфоцит. Б лимфоциттің қызметі антиденені өндіру және антигендік пептидтерді презентациялау қызметтерін атқарады. Б лимфоцит негізінен дифференциялануын айтатын болсақ, ол ең бірінші сүйек кемігінде дифференцияланады. Кейіннен қан ағысы арқылы шеткі мүшелерге барады, яғни лимфа түйіндері көкбауырға барып, ары қарай дифференциялануы жетіледі. Ол да екіге бөлінеді, антигенге тәуелді және антигенге тәуелсіз. Айта кететін жайт, сүйек кемігінде Б лимфоцит дифференцияланатын болса, тимуста Т лимфоцит. Бірақ барлық жасушалар, осы қан жасушалар мен лимфоциттер бастамасын сүйек кемігінен алады. Шатасып кеткен боларсыздар, мысалы, Т лимфоцит тимуста түзіледі дедік, дифференцияланады. Мысалы, Т лимфоцит ең бірінші сүйек кемігінде түзіледі, кейіннен барып тимусқа өтіп, сол жерде дифференцияланады. Ал Б лимфоцит тимусқа өтпейді. Ол сүйек кемігінде қалып, дифференцияланып, кейіннен барып шеткі мүшелерге кетеді. Антигенге тәуелсіз дифференциялану сүйек кемігінде өтеді. Себебі бұл жерде Б лимфоцит ешқандай антигенмен кездеспейді. Ең алғаш олар бастамасын бағаналы қан жасушаларынан алады, кейіннен пре-Б жасушаларына пролиферацияланады. Одан кейін қан ағысына түсіп, Б0, Б1, Б2 сатысында дифференцияланады. Яғни шеткі қан ағысына түсіп, олар шеткі мүшелерге жетеді. Мысалы, Б0 олар әлі жетілмеген, бетінде тек М класына жататын антиген танушы рецепторлары болады. Одан кейін Б0-ден Б1-ге көшеді. Б1 макрофаг Т лимфоцитпен кооперацияға түсе алмайды. CD5 маркері тән бактериялық полисахаридтік антигенмен байланысады.
B1 жетіліп B2-ге ауысады. B2 D рецепторы болады, жетілген. Барлық антиген танушы рецепторлары бар. Сосын бұл жасушалар, осы Б жасушалар, бағана B2 жасушалар бір тобы плазмалық жасушаға, ал екінші тобы есте сақтау Б жасушаларына айналады. Плазмалық жасушаларға айналған Б лимфоциттер, олар өз кезегінде иммуноглобулинді түзеді. Иммуноглобулинді түзіп, олар бағанағы макрофагтың немесе дендриттік жасушалардың бетінде орналасады. Ал екінші тобы есте сақтау Б жасушалар, олар есте сақтап ағзаның басқа да бөліктеріндегі жасушаларға антигенді презентациялайды. Так, иммуноглобулин. Иммуноглобулин көбінесе антидене тен иммуноглобулин деп есептелінеді. Бұлар біздің ағзамызда болады, осы Б жасушалар, Б лимфоциттерден түзіледі. Иммуноглобулиннің химиялық құрылысы өте күрделі болып келеді. Иммуноглобулиннің ең негізгі қызметі антигендерді байланыстыру. Опсонизация, комплементті байланыстыру қызметтерін атқарады. Қазір бұл терминдер сіздерге түсініксіз болғанымен, кейінірек басқа да келесі сабақтарды өту барысында бұлар түсінікті бола бастайды. Антигенді қалай байланыстырады? Антиген мен антиденені байланыстырып, иммуноглобулиндер опсонизация дегеніміз фагоцитоз, кешегі фагоцитоз процесін жеңілдететін опсонизация түзеді. Мысалы, фагоцитоз процесі жүріп жатады, оған қосымша көмек керек болған кезде осы опсонизация деген процесс іске қосылып, опсонин бөліп, фагоцитоз процесін жеңілдетеді. Яғни, опсонизация қалай жүреді? Ол комплемент жүйесі арқылы жүреді. Иммуноглобулинге тоқталайық. Иммуноглобулиннің 5 тобы бар. М, G, A, E, D. Олардың жасушаларда орналасуы әртүрлі болып келеді. Негізінен айтатын болсақ, мысалы, иммуноглобулин М, олар ағзада 0,5, 1,9 грамм литр болады. Жартылай ыдырау кезеңі 4-8 күн. Ұрықта өндіріледі, комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, вирустарды және грамм-теріс бактерияларға қарсы қызмет атқарады. Ал иммуноглобулин G, бұлар ағзадағы ең көп иммуноглобулин түрі. Ол 8 бен 16,8 миллилитр түрінде болады. Плацента арқылы өте алады, комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, токсиндерді бейтараптайды. Иммуноглобулин А, олар 1,4-4,2 грамм литр болады. Олар көз жасы, сілекей, ішек сөлінде кездеседі. Секреторлық иммунитет шырышты қабаттарды қорғайды. Ал иммуноглобулин Е бұл көбінесе аллергия процесінен кейін немесе аллергия процесі кезінде иммуноглобулин Е-нің бағана концентрациясына қарап, біз ағзада қандай процесс жүргенін немесе болып кеткенін байқай аламыз. Олар ағзада нормада өте аз 0,10 грамм литр түрінде кездеседі. Мес жасушалары базофилдермен байланысып, қабыну медиаторларын бөледі. Иммуноглобулин Д, олар 0,103-0,104 грамм литр. Мембраналық рецептор ретінде лимфоциттердің жіктелуіне қатысады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап берем.